Біреу ауырып жатса қасында біреу гүбір деп сөйлеп жатса ешкім жақтырмайды да, дұрыс па? Мен мысалы жақтырмаймын, қасыма гүбір. Көп сөйлейтіндерді жек көремін мен, вообще бар ғой адамдар. Бетін жұлып алғым келеді, бар ғой адам не болса деймін. Дұрыс айтады, бір жерге барып мән жоқ, мағынасы жоқ сөйлей берсең, бәрі жек көріп кетеді ғой. Немене білемін, сөйлей беретін деп ше. Ал үндемей отырсаң, молодец екен, жақсы келіншек екен деп айтады. Сондықтан айтады, қазақта сөз бар екен, сөз күміс болғанда үнсіздік алтын дейді. Алтындай уақытта әдемілеу керек та. Өле алтын демекші, алтын жаман қымбат болып кетті ғой, өле. Ужасно, мама кеше неге базарға барсам бар ғой, алтынның граммы 21 мың теңге дейді. Тауып қала жаздадым, өле. Сонда бір 10 грамм алатын болса 200 мың теңге. Ужас. Баяғыда қандай, мен мына білегім алтын, мына білегім алтын, 5 саусағым алтын, 2 құлағым алтын, алтын адамайсың, ешқандай 21 мың теңгеден қандай крем аласыз, ешқандай. Сонда жыным шығып кетті да мен барып айтып жатырмын, сөз күміс болғанда үнсіздік алтын деген. Анау кімнің Гүміштің бай Диас бар емес па, ма? Диас бар ғой, мама? Диас бар емес па? Гүміштің күйеуі Диас. Танисыз ғой, соседіміз Жетісайдағы. Сол келіпті да маған алдынан жүгіріп шығып, Бағила әпше, давай кеп, Нұржамал әпше алтындасаңшы дейді да маған. Мына сөз күміс болғанда үнсіздік алтын деген сөз бар емес па? Соны айтып жатырмын. Ал давай, онда маған 10 грамм үнсіздік бер деймін ғой. Диас шошып кетті. Не бер дейсің? 10 грамм үнсіздік бер маған давай. Ол не дейді? Бала сөзден жеңілдің. Сөз күміс болғанда үнсіздік алтын деген сөз бар. Давай маған 10 грамм алтын сөзден жеңіліп қалдым деймін ғой. Сөйтсем шошиды да мама. Ұйықтап жатсың ма?